мүмкін емес ештеңе жоқ. Кейбір нәрселер мүлдем мүмкін емес деп ойлаған кезде де мүмкіндіктер шыға келіп жатады. Өйткені өмір қайшылыққа толы. Өмірдегі көптеген нәрселермен қоса айналамыздағы заттар да адамның ақыл ойының жемісі. Мүмкін емес кез келген нәрсені шешуге болады деп сену бұл өмірдің керемет сабақтарының бірі. Біз өмірде өзімізді қоршаған ортамыздағы кейбір шеңберден шыға алмай, кеңірек ойлауға тиіс қабілетімізден айырылып та жатамыз. Атақты математик Джордж Данциг студенттік кезінде өте белсенді және ыждағатты студент болыпты. Түннің бір уағына дейін отырып сабақ оқу ол үшін қалыпты жағдай екен. Бірде әбден кеш жатқандықтан таңертеңінде профессор Нейманның дәрісіне 20 минут кешігіп келеді. Кіре сала тақтада жазулы тұрған екі есепті үй тапсырмасы екен деп көшіріп алып, сабақтан кейін отырып есепті шығара бастайды. Бірнеше сағатта шығарып бітіріп, келесі күні оны профессорға тапсырады. Ал бірнеше күннен кейін профессор таңғы сағат 6-да үйіне жетіп келгенде Джордж қатты таң қалыпты. Алайда ол лекцияға кешігіп келіп, жоғарыдағы екі есепті осы күнге дейін ешкім шығара алмағаны туралы профессордың айтқанын естімей қалғандықтан оларды үй жұмысы деп ойлап, екеуін де шығарып, жауабын тауып қойған екен. Ол есептерді әр буынның математиктері шығаруға тырысқан. Тіпті Эйнштейннің өзі шеше алмаған. Бірақ Джордж екі есепті 2 сағат ішінде шешіп қойғанын өзі де білмеген екен. Бұл Джордждың осы екі есеп туралы ештеме білмейтіндігі, есептердің шешімі табылмайды деп өзін шектемегені, тіпті ол ешкім шығара алмай қойғаны туралы естімегендігі оған есептің шешімін табуға әсер еткен деуге болады. Мұндай оқыс дүниелер әлемде әрдайым болып тұрады. Сондықтан мүмкін емес ештеңе жоқ және шешімі табылмайтын мәселе болмайды деген ұғымды жүрегіңізге сақтап жүріңіз. Сіздің алдағы ұлы шығармашылық істеріңізге сәттілік тілеймін. Амантай Тойшыбайұлы парақшасынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.